Елімізде ең жиі кездесетін көз аурулары миопия, тек жақыннан көру. 5 жас пен 25 жас аралығындағы жастарда жиі кездеседі. Конъюнктивит бактериалды, вирусты, аллергиялық түрлерге бөлінеді. Катаракта 60-70 жас аралығындағы адамдарда және жаңадан туған балаларда кездеседі. Глаукома 40 жастан асқан адамдарда және де балаларда туа пайда болады. Глаукома ауруының екі түрі бар: жабық және ашық түрі. Ашық глаукома кезінде адамның көзінің давлениесінің көтерілгенін сезбей жақсы көріп жүре береді. Бұл адамға қауіпті, көзі көрмеушілікке әкеледі. Сондықтан жылына 2 рет көз давлениесін тексерттіру керек. Жабық глаукома кезінде адамның көзі қатты ауырып, құсады, басы айланады. Глаукоманың бұл түрін ерте анықтап, ерте емдеуге болады. Қазақстанда жыл сайын қант диабеті ауруымен үлкендер де, балалар да көп ауруда. Ал бұл ауру адамды көз жанарынан да айыратын қауіпті дерт екенін бірі білсе де, бірі білмейді. Қант диабеті көз тамырларына әсер етеді. Сондықтан онымен ауырған адам жылына кемінде 1 рет дәрігерге қаралып тұру керек. Жыл сайын Қазақстанда зағип адам ретінде мүгедектік алатын адамдардың саны көбеюде. Көзі нашар көрсе де, дәрігерге бармай жүрген адамдардың саны қаншама. Сондықтан бар жоғы 8 грамм ғана тартатын көз жанарыңызға өте көңіл бөліңіз.